Biz test topshirish uchun birinchi кезекте tester.kz saytına o'tamiz. Және o'sha yerda kiruv batırmasini bosamiz. Және ana yerga login parol eнгizamiz. Және kiruv bosamiz. Kiruv bostirgan кезде bizde tizimde josparlangan testlerге өту керек деп шығады. Бұл шықпаған жағдайда менің тесттерім батырмасын басып пиза деп тұрады. Тесттің түрі тестілерді бастаймыз. Тестілерді бастаудың алдын сізде болса тұрады қазақша немесе орысша тапсыру туралы. Қазақшаны таңдайын. Және де осы жерде сұрақ беріледі және жауаптар. Төмен жақта келесі сұрақ батырмасы бар. Және алдыңғы сұрақ батырмасы да болады. Осылай сұрақтарға жауап береміз. Жоғары жақта мәтін болады. Мәтінге байланысты сұрақтар. Арасында осындай сұрақтар да кездеседі. Бұл жерде жалпы 37 сұрақ екен. Қолмен мәтінмен енгіземіз жауаптарды. Барлық сұраққа жауап бергеннен кейін тестілеу аяқтау батырмасын басамыз. Егер де арттағы сұрақтардың жауаптарын өзгерткіңіз келетін болса, өзгертуге болады. Бізде барлық сұрақ белгілеп болдық. Енді тестілеу аяқтау батырмасын басамыз. Тест аяқталды. Нәтижесін бірден көруге болады. Менде қорытынды 10%-ке шаққан 18,9%, жинаған балым 7 бал. Бұл жерде қатемен жұмыс батырмасы бар. Қатемен жұмыс батырмасын басып, қай сұрақта қателескенімізді көре аламыз. Сонымен шығу батырмасын басамыз.